Так, X принтермен жұмыс жасаймыз. X принтер деген ол термопринтер. Чек шығаратын, этикетка шығаратын принтер, кішкентай. Оның түрі мен мынандай да. Осындай чек шығарады. Ол ана нелерде қолданамын, жерде оқысаңыз болады. Магазиндерде, кафелерде, ресторандарда, аптекаларда қолданады осы. Ол немен USB-мен жасайды, или интернетпен жасайды, или Bluetooth, или Wi-Fi. Көбінесе осымен жасайды интернет. Мысалы, аптекаларда или ресторандарда 3-4 болады да, 3-4 осындай X принтер болады, термопринтер. Сол интернетпен жасайды осындай LAN кабельмен. Енді так, оны интернет настройка, мысалы X принтер жасамай қалды да сізде. Ол жасамай қалғасын, IP-си өзгеріп кетті оның ішінде. Оны білу үшін ең бірінші self test жасаймыз. Self test деген fit деген кнопканы басамыз. Қазір. Так, self test деген оны IP-ді білу үшін, X принтердің IP-сін білу үшін бірінші принтерді сөндіреміз, содан кейін fit деген кнопкасы бар. Неде X принтердің бір жерінде fit деген кнопка болады. Соны басасыз, жібермейсіз. Сосын барып принтерді қосып жібересіз. Примерно 3-5 секунд ұстап тұрасыз. Содан кейін қосып жібергеннен кейін fit деген кнопканы 3-5 секунд басып тұрасыз, пока қағаз шыққанша дейін. Ол қағаздың ішінде IP адрес, MAC адрес солар тұрады. MAC адрес и IP адрес тұрады. Содан кейін жіберсеңіз болады. Так, бастық да. Так, содан кейін программаға кіреміз. Tools test деген, X принтер деген. Осыған кіреміз да, xprinter.exe-ні қосып жібереміз. Мына жоғарыда бар ғой, net дегенді басамыз, net деген, set деген ғой, set. Net дегенді басамыз да, содан кейін CRH LAN принтер деген. Через сет арқылы, LAN кабель арқылы принтерді іздейміз. Соны басамыз. Содан кейін CRH дегенді басамыз, поиск деген ғой. Сол кезде разрешить деген чат осы жерде. Разрешитті басасыз. И мына жерде список шығады, жаңа принтердің. Мысалы 3-4-еуі шығады. Соны жаңағы сіз печать жасадыңыз ғой мынаумен. Қағаз шықты ғой. Соның ішінде MAC адресті аласыз да, осы списокте, осы аппақ не окошко тұр ғой үлкен. Соның ішінде не тұрады? MAC адрес тұрады. Осы жерде тек MAC адресте тұрады. Сол MAC адресті салыстырасың сол қайсысы екенін. Мына жерде сіз қағаз шығардыңыз ғой, жасамай алған принтердің MAC адресін осы списокпен салыстырасыз. Содан кейін соң үстіне 2 рет басқаннан кейін мына жерде IP-лер пайда болады. Сол MAC адресінің үстіне 2 рет басқаннан кейін мына жерде IP адрес, тағы басқа бірдеңелер пайда болады. DHCP-ге қоясыз. DHCP и save дегенді басамыз. Тағы да бір қағаз шығады, или просто дауыс шығады, или қағаз шығады. Екеуінен біреуі. Қағаз шығады, ол қағаз ішінде IP адрес, уже новый IP адрес шығады. Өзгерді уже IP адрес. Оның алдында біреу мысалы статический қойып қойса, вручную жазып қойса, DHCP өшіп тұрды ода. Сіз DHCP қоясыз да, save дегенді басасыз. Save. Сол кезде қағаз шығады, новый IP адрес шығады. Егер ештеңе шықпаса, сохранить еттік қой, жауып тастаймыз мынаны. Қайтадан осыны, новый IP адресті білу үшін қайтадан осыны орындаймыз. Fit деген кнопканы бірінші сөндіреміз принтерді, fit дегенді басамыз. Басып тұрамыз, жібермейміз. Сосын принтерді қосып жібереміз. Мына fit әлі басып тұрамыз 3-5 секундқа, пока қағаз шыққанша дейін. Сосын жібереміз қағаз шыққаннан кейін. Енді новый IP адресті тереміз. Оны вручную өзгертсеңіз болады, бүйтіп та пуск, устройство, принтер. Сосын мысалы мына жерде кухня, касса, тағы басқа деген сондай нелер тұрады осы жерде. Сол термопринтердің үстіне басамыз да, оң жақ мышканы. Менде жоқ болып тұр, поэтому пока Epson үстіне көрсете берейін. Оң жақ мышканы басамыз, свойства, порты, мына жерде IP адрес тұрады осы жерде. Галочка тұрады и IP адрес тұрады. Соған настроить порт дейсіз, сосын IP-ні өзгертесіз. Немесе мынандай не қойдым, batch скриптті.
смена IP принтера X принтер деген. Соған оң жақ мышканы басып запустить от имени администратора дейсіз. Содан кейін мына жерде оқисыз смена IP адрес X принтера. Список принтер шығады, осы жерде кухня, касса, зал деген сияқты не X принтерлар шығады. Кішкентай принтер. Мына принтер да осы. Мына принтер. Сосын осы шығады. Сосын сол мына жерде бүйтіп копировать етіп аласыз, өстіп оң жақ мышканы бассаңыз копировать етеді, или вручную жазсаңыз болады. Мысалы копировать еттім, оң жақ мышканы бассам вставить етіледі. Мысалы мына копировать и оң жақ мышканы мына жаққа вставить етіледі. Міне введите имя принтера дейді, осының төртеуінің ішінен. Сосын enter басам. Так, принтер тердік. Енді IP адресті біліп аламыз. IP адрес жаңа біліп алдық. Уже новый IP адресті self test дейді соған. IP адресті біліп алдық. И соңғы цифрын жазамыз. 192, 168, 0 деп жазылып тұр уже. Енді сен соңғы цифрды жазасың. IP адресті. Бұл жерде введите окончание IP принтера деп тұрады. Enter басамыз содан кейін. И IP өзгереді.